Бейімбет Майлин «Шұғаның белгісі». Шығарманы тыңдамас бұрын алдымен арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Рахмет. Біз елден шыққанда күнде сәскелікке жақындап еді. Ұшпалы сұр бұлттар көшкен керуен сықылды тіркесіп, оңтүстікке қарай жылжып ұшып, күннің көзі біртіндеп ашыққа шығып, жылы шырай нұрын шаша бастады. Әйткенмен солдан соққан салқын жел өзінің өткірлігімен жұқа киімнен ызғарын өткізіп, тоңдырып, сентябрь айының жеткендігін жолаушыға еріксіз ойлатарлық еді. Біз екеу едік. Менің астымда жортақылау тапал торат, жүргіштеу, ер-тоқымым ескілеу, байлардың малға мінетін ер-тоқымы. Үстімде қонған үйімнен сұрап киген шидем күпі, қолтығымдағы жыртығынан жел өтіп мазамда алыңқырап келеді. Жолдасым 30-40-тардың шамасындағы жер ортасы адам. Сиректеу сақал мұрты бар, қара бұжыр, күлімсіреп дөңгеленіп тұрған қара көзді, пішініне қарағанда біртүрлі сөйлемпаз адам секілді. Астында қойшылар мінген қаракер бесті, үсті-үстіне ұрып отырмаса, кейін қалып қала береді. Жел алдымыздан еді. Ауылдан 15 шақырым шықтық. Жаздай жайлап елдің шаңын шығарып тастаған жайлауын қақ жарып құбылаға бет алып келе жатырмыз. Жанды қарға жоқ. Бірен-саран шалшық сулардың басында ұйлығып отырған топ-топ қыздарды көресің. Елдің жұртында жер ошақтың араларындағы сүйек саяқтарды, елдің сыртындағы ескі апандардың маңайына тасталған бірен-саран әлемтікке 10-15 жиналып қара құс, қарға, өгіз шағалалар той-тойлап жатыр. Жүрген сайын жер өңбегендей, сол ұшы-қиыры жоқ елдің жайлауы бітпейтіндей көрінді. Бір белеске шықсаң, алдыңда екінші белес. Мен шықтым. Манағыдай емес, атқа жортқан соң денем жылынып, ептеп маңдайымнан терде шығайын деді. Жолдасымның басында желпен, елден шығарда бауын мықтап байлап алған. Шабан қаракер үсті-үстіне ұрғызған соң, ода бусанайын деді білем. Желпенін шешіп алып беліне байлады. Милығына түскен бөркін жоғарырақ көтеріп қойды. Қарагерді бір тебініп, шаужайлап жіберіп маған қатарласып: «Тым бері бұрыла бермеңіз, күнбатысқа таман жүрейік. Сіз кейін қалған соң мен алдымыздан орақта беремін. Жамандатқыр мынау бір итеді, тіпті жүрмейді», деп қамшысын салып жіберді. Менімен қатарласып алған соң, қаракердегі ашуы біткен тәрізденіп, азырақ жадырыңқырап маған қарады. «Мынау алдымыздағы үлкен көл қамсақты ғой. Осының сол жағын ала жүріп, ана шаңырқай көрінген обаның белесінен тура ассақ, алдымыздан бір кішкене сүрлеу келеді. Сол сүрлеумен барып, Шұғаның белгісіне қара жолды қиып аламыз», деді. Әңгіме азырақ ой бөлейін деді. Аттың жортысына шайқалып ауырып келе жатқан іште ұмытылғандай болды. Жол қысқарту үшін жолдасыммен сөйлесуді мен де өзім де тілеп келе жатыр едім. Бірақ бұрын сырлас адамым болмаған соң, әңгімеге қандай жайының барын анық біле алмай сөз ашпап едім. Және менің бір әдетім жолда келе жатқанда өзім сөйлегеннен де біреуді сөйлетіп тыңдауды артық көруші едім. Жолдасым жол әңгімесін бітірсе, тағы да бар деген кісі тәрізді сөз сөйлеуге ыңғайланып тұрды. Мен әңгімені неден бастарымды білмедім. Жол жайын айтып өтіп, Шұғаның белгісі дегені бар еді, одан пәлендей сөз туады деп дәмеленбесем де, бастауға себеп болсын деп ойладым. «Шұғаның белгісі дегеніңіз не нәрсе? Тау ма?» дедім. «Жоқ, әшейін бір обашық», деді. Кейін қала бара жатқан соң тағы тебініп қатарласып: «Шұғаның белгісін сіз білмейтін шығарсыз-ау». «Мен қайдан білейін, бұл жаққа бірінші рет келуім», дедім. «Білмессіз, сіздер жассыздар ғой», деді. Маған қарағанда өзі недәуір көпті көрген үлкен адамдай болып көтеріліп қойды. «Сіз білмейтін шығарсыз, жассыз ғой. Уақытында Шұғаның әңгімесін бұл өлкенің баласына шейін біліп болып еді. Ой шіркін, өзі де Шұға десе Шұға еді-ау», деді. Жолдасымның бұл сөзінен мен Шұғаға ынтықтым. Анығын сұрап білгім келді. «Шұғаның әңгімесін айтсаңыз қайтеді, жол қысқарсын», дедім. «Айтайын», деді. Қарагерді тағы тебініп қатарласты. Жалғылдап жайылып келе жатқан етегін жинап, тақымына басып, ерніндегі насыбайын тастап, бір-екі түкірініп алдып, ыңғайланып: «Бұл қызық әңгіме, тыңдаңыз», деді. Сөзді бастап жіберді. «Бүгінгі шыққан ауылыңызды Ерекең ауылы дейді. Содан ары қарай өзеннің бойы жалпағынан ел, бір атаның баласы 150-200 үйлер бар. Қыс-қыстаулары басқа болғанмен, жаз көбіне бірігіп отырады. Мынау алдымызда көрінген Қамысақты дейтін көліміз, осының маңайы жыбырлаған шұқырынды томар. Августтан бастап осының басы елмен толады.
Әр томарға 4-5 үйден қонып, бөлек-бөлек отырғандары. Ой, дариға-ай, талай қызықтар өтті ғой. Бала күнімізде анау көрінген төбенің басында талай асық ойнап едік. Ол да бір дәурен, иә? Бұл ауылдың күзге қарай қонатын жері, жазғытұры августқа дейін отыратын жайлауымыз, бұл көлде шұғаның белгісі атанды. Бұрын тарғыл өгіз сойған деуші едік. Үлкен көл маңайы толған шорқынды су. Ол уақытта жердің берекесі қандай. Өзіміздің ел қаншама. Оның үстіне ту сырдан келіп жалпастар да қонады. Кейінгі кезде ғана жаппас келуін қойды ғой. Біздің Беркінбай дейтін жақын ағаларымыз болады. Бұрын бай еді, болыстыққа таласамын деумен-ақ малын құртып алды. Осы күні кедей. Сол Беркінбайдың әкесінің нағашысы Жаппас Есімбек дейтін болды. Өзі бай еді, Жаппастың алды деуге боларлық. Беркінбайға арқа сүйеп, Есімбек сол өгіз сойғанның ең шұрайлы жеріне қонушы еді. Өзі де жомарт, қонақпаз еді. Елге жағымды болып тұрды. Мал мен басы бірдей, Құдай тілегін берген бір адам. Ортан қолдан 4 ұлды болды, шетінен қасқыр. Сол 4 ұлдың ортасында бұлаңдап өстіген Шұға дейтін қызы болды. Шұға десе Шұға. Шұға өй шіркіннің өзі келбетті-ақ еді. Ақ құба, талдырмаш, көзі қап-қара, осы үріп ауызға салғандай еді. Ажары қандай болса, ақылы да сондай. Жеңілдік дегеннің не екенін білген бала емес. Сөйлеген сөзі, жүрген жүрісі қандай. Біртүрлі паң еді ау шіркін. Бұл күнде ондай қыз қайда? Ажары тәуірлеу біреу болса, соны көтере алмайтындай білмейсің. Ешкіге ұқсап шошаңдап жүргені. Заман бұзылған ғой, иә? Осы күнгілердің бір тапқаны қызды оқыту керек дейді. Сол шұғалар хатты зорға танушы еді. Сонда да осы күннің оқыған 10 қызына бергісіз еді. Айнала айтқанда Құдай сана берсін десейші. Ол кезде менің 20-ға жаңа келген кезім. Есімбектің үйіне араласып жүрдім. Менің бір Базарбай дейтін інім сол Есімбектің қойын бақты. Өзі бала күннен ептақ еді, былтыр қайтты. Сол баланың арқасында ерте барам, кеш қайтам, жаз көбіне сонда болушы едім. Шұғаның сонда 16-дағы кезі шығар деймін. Елдің бозбалалары ертеңді кеш қылжақтап, сол ауылдан шықпайды. Ептеп сөз салдыратындары да болады. Бозбалалардың хатын таситын менің інім Шұға біреуіне жауап қайырмайды. Бозбалалар кейіп, байдың қызы болған соң ірленген ғой, тәкаппар десуші еді. Менімен құрдас біздің ауылда Кәрім деген бар. Сол уақытта өзі есір соқтау еді. Біз мазақ қыла береміз. Шұғаға қылжақтайтынның біреуі сол. Бір күні бір жазған хатты менің қолыма түсті. Өлең жазған болыпты. Немене дейді тәйірі? Сол өлеңі қаладан алып келген боз белбеуім, болса да жаман жақсы өз белбеуім. Көп айдың көрмегелі жүзі болды, жүрісің аман есен көз көргенім деп жазыпты. Бозбалаға ермек керек, мазақ қылу үшін Шұғаның хаты қылып өлеңмен жазып Кәрімге тапсырдық. Кәрім ашып оқығанда төбесі көкке жеткендей болды. Біздің сонда Шұға болып жазған өлеңіміз: алаштан асып туған сымбаттым-ай, базардың пұлы жетпес қымбаттым-ай, арманым бұл жалғанда болмас еді, күн болса қоса тұғын саған Құдай. Ой алдай, қызық заман екен ау. Шұғаның әке-шешесінің бір артық жері, 16-ға келгенше Шұғаны күйеуге бермейді. Осы күні байлар қызы шырылдап жерге түсісімен біреудің малын алады ғой. Уақытында талай мырзалар айттырды. Бәріне де нәсіп болмады. Ат жетер жердегі бай балалары мүлде түңіліп болды. Есімбек қызының бағын байлады, енді бұған тәуір күйеу кездеспейді деп жұрт өсек қылып та жіберді. Ол әшейін бір сөз ғой, Құдайдың жазуынан артық не болмақ. Артынан естік, Есімбектің бермеудегі мәнісі, өзі жас кезінде Қали дейтін құдасымен серт байласқан болса керек. Бірімізден ұл, бірімізден қыз туса, екеуміз құда болайық деп. Сол сертін күтеді екен ғой. Қамсақтының басына түсіп азырақ кідіріп, ер тоқымызды дұрыстап ерттеп, тағы да жүріп кеттік. Қарагерді бір-екі бауырлап алып, жолдасым тағы сөзге кірісті. Ол кезде заман қандай? Жер әдемі, мал көп, орыстың несі де жоқ. Жазғытұры майдың айы бітері бітпесте, шала шарпы егін салып, жайлауға жеткенше асығамыз. Бір жылы майдың 20-сы күні жайлауға барып қондық. Жаңбыр көп, шөптің шығысы да жақсы еді. Бозбаланың басы құралған соң ертеңді кеш асыр салып ойнау, есіл дертіміз Жаппас. Есімбектіңкі қашан келеді? Етке қашан тоямыз дейміз. Бір күні қыз ойнаққа барып таңала келе жатсам, ұйықтап қалған екенмін, әжем оятады. Жаппас келіп қонып жатыр, Базарбаймен көрісіп қарағымды сүйіп келдім дейді.
Жалма-жан тұра салып далаға шықсам, сәске түс болып күн isi бастаған екен. Көлдің оң жақ беті жыбырлаған мал, қой, түйе, шоқиып-шоқиып жаппастың кішкене үйлері тұр. Көзімді ашып жұмам, мен де жөнелдім. Мен келсем, менен әлдеқашан бұрын жұрт жиналып қалған екен. Тоқты сойылып, қазан асылып, қайнап та жатыр. Есімбектің үлкен үйі лық толған адам, қымыз ішіп, айдай қызды-қызды болып жатыр екен. Мен тек сараладым. Бір отауда шыға кездесті. Көрісіп амандасқаннан көзімді ала алмадым. Апырмай, адамзатта осындай сұлулық болады екен-ау. Аққудың көгілдірігіндей осы аппақ. Үстінде шетін кестелеген ақ көйлек, омырауын неше түрлі ілгіштермен безеп тастаған қызыл пүліш камзол, басында үкі таққан түлкі бөрік, өзі сұлу адамды мүлде одан жаман жандандырып, құбыл-құбылдырып тұрды. Маған қарап шыға күлді. Мезгілімен келіп көрістіңіз-ау, деді. Мен не айтарымды білмедім. Бұрын әзілдесіп сөйлесе беруші едім. Бұл жерде тілім байланды. Мынау аттан түсіп жатқан кім? Деді Шұға. Артыма жалт қарасам, екі жігіт түсіп аттарын байлап жатыр екен. Біреуі орысшалау киінген. Тани кеттім. Әбдірахман ғой, дедім. Әбдірахманың кім? Қазақ байдың баласы. Иә, әлгі учитель баласы ма? Иә. Жап-жас жігіт екен ғой, деп бір қарады да Шұға отауға кіріп кетті. Мен Әбдірахманға амандасып үйге ерте жүрдім. Отаудың сықырлауығынан Шұғаның бізге сығалап қарап тұрғандығы білінді. Сіз білмейсіз ғой, деді жолдасым қарагерді шаужайлап қатарласты. Сіз білмейсіз ғой, бізбен ағайын жасы менімен түйдей құрдас Әбдірахман деген болды. Жасында болыстың үйінде бұзау бағып өсіпті. Ол уақытқа болыстың үйінде ауылнай учитель болатын. Балалармен араласып жүріп, учительден оқып, 4 жылдан соң мектепті бітіріп шығыпты. Әбдірахман өз айтатын, күндіз қозымен бұзау бағам, кешке келгенімде учитель бір шын мұсылман жігіт еді. Байлардың балаларынан да маған сенің оқығаның керек қой деп, түннің бір талайына дейін оқытушы еді. Ақырында сол учительдің тырысуының арқасында мектепті бітірдім. Менің учительге бітіре алмастық борышым бар, деді. Әбдірахманның әкесі өте кедей болған адам. Ауылнай школынан шыққан соң да Әбдірахман малайлықтан құтыла алмады. Ақырында 12-13-тегі шамасы болса керек, тұрған байынан қашып, дуанға барып, бір ноғайға жас қызметке тұрып, қыс оқуға кірді. Бұл 2 жылға шейін жаз жалданумен болды. Берірек келген соң жаз байларда орысша бала оқытты. Ақырында әйтеуір мектепті бітіріп шықты. Әбдірахман мектепті бітіргенде дыбысы жер жарды. Өте зерек болған ғой, учительдері де мақтаса керек. Дуандағы нәшәндік, тілмаш бол деп өтінген екен. Болмай елге келді. Нақ сол кезде болыстың песірі өліп, песірсіз тұр еді. Әбдірахманға песір бол деп жабысты. Оған да болмады. Жамантық болысындағы бір байдың школына барып бала оқытты. Сондан бері қыс сонда бала оқытып, жаз елде болады. Сол жыл июньнің бас кезінде келіп еді. Содан бері Әбдірахманды көргенім. Маған көріспейсің бе деп қалжыңдады. Әзілдесіп үйге кірдік. Төр алдында Қажыбай әңгімені көз сілтіп отыр екен. Бізді көрген соң жым болды. Үй ішімен Әбдірахман тегіс амандасты. Есімбек бай онша жақсы көрмеген адамның қалыбын істеді. Бұрынғы сөздерін тастай беріп оқығандар анау, оқығандар мынау болады деп шатпа тілге айналды. Мен ғажапқа қалдым. Артынан Әбдірахманнан себебін сұрасам, өткен жылы бұрынғы қалыбымен күз астыққа бай киізін сатқанда, Әбдірахман тілін алар адамдардың біріне де алдырмапты. Әзір асығып 2 бағасын алғанша, астықтарды жиып алған соң шалқайып отырып жарты бағасын аласыңдар деп. Әбдірахманның тілін алғандар бір талай пайда қылыпты. Мен олжамнан қақты деп байдың тырсиып отырғаны осы екен. Ретінде Әбдірахманға: еліңді қыстан шығардың ба бала? Деді бай. Шүкір шығардым, деді Әбдірахман. Жарайды. Ел қамқоры болған соң солай болу керек, деп сөзін доғарды. Түс ауа берген мезгілде ет жеп болып, жұрт бет-бетіне тарай бастады. Мен ауылға қайтқанда Әбдірахман Есімбектің күнде қалып қойып еді. Менің артымнан іле-шала келіп, Беркінбайдың үйіне түсіпті. Қымыз ішкен адам ұйықтап қалған екен. Екінді әдетінде далаға шықсам, ауылдың сыртындағы белестің ішінде Қажыбай ақсақал бар, бір талай адам сөйлесіп отыр екен. Мен де келдім. Әңгіме Әбдірахман турасында екен. Жақындап келгенде Әбдірахманның өзі шынымен бұзылған ғой, деді Қажыбай. Қарттың сымпылдаған дауысы құлағыма сап ете қалды. Өзі сөзшең адам бірінен соң бірін тізбектеп, не бар пәлені Әбдірахманның үстіне үйіп төгіп отыр. Оларды мұсылман деуге болмайды. Айтатыны ылғи Құдайдың қарсылық сөзі. Молдамен, хазіреттермен ел бастаған басшылармен қас.
Құдайдың барлығына шәк қылады. Байға мал жеп беріп отырған Құдай емес, өзіміз дейді. Құдай сақтасын. Шын болса, осы әлгі қазақты шоқындыратындардан көп ақша алған-ау дейді осы ғой. Нәшәндікке тілмәш болмай, болысқа песір болмай, бала оқытуы да сол аздыру ретімен болса керек. Шалдың сөзін онша ықыласпен тыңдай қойған адам көрінбейді. Жастар бір бөлек әзілдесіп отыр екен. Мен де соларға қосылдым. Бәріміздің ермегіміз Кәрім болды. Биыл Есімбектіңкі қара жұмды жайлап қалады екен. Кәрім үшін ақ келген шығар, деді бір жігіт. Сендер байқадыңдар ма? Кәрім көрген соң Шұға біртүрлі құбылып кетті-ау, деді қу жігіт. Бұл екі арада қыстыгүні Шұғаны сағынып жүргендегі Кәрімнің шығарған өлеңі деп біреу өлең айтты. Мінгенім астымдағы күреңденен, қашады таудан түлкісі меңдегімен, ойымды үш ұйықтасам барма менің, айырылып қалқам сенен жүрем деген. Жұрт ду күлді. Кәрім ашуланып кетіп қалды. Мен тұрып Беркінбайдың үйіне бардым. Әбдірахман шынтақтап домбыра тартып жатыр екен. Жоғары шық, деді. Әзілдесіп отырдық, көп ұзамай Шұғаға көшті. Әбдірахманның ойын білу үшін мен Шұға қалай екен, көрдің бе, дедім. Әбдірахман күлімсіреді. Көрейін деп барып едім, көре алмадым, деді. Я, сен атыңды байлап жатқанда, отаудың есігінің алдынан қарап тұр еді ғой. Сыртынан көрген бола ма? Ауызбен ауыз сөйлеспеген соң. Ендеше бүгін Алтыбақан құрады, ауызба-ауыз сөйлесем. Шын айтасың ба? Деді Әбдірахман басын көтеріп алды. Есімбектің келіндерімен қалжыңдасып сұрағанымда, кешке Алтыбақан құрамыз десіп еді, деп анығын айттым. Бәдіреке барайық, деді. Замандастың тілін кім алмайды, мен де ертіп бармақ болдым. Сізден не жасырайын, жолдасым, сізден не жасырайын, өздерінің бастарында бар нәрсе ғой, жастық не қылғызбайды. Уақытында бәрі қызық. Есімбектің 3 баласы үйленген, біреуі бойдақ еді. Ең кіші келіні Зайкүл мына тама Қаржаудың қызы еді. Заманында дүниеге кешкен адам. Өзі де ажарлы, бозбала сүйетін қызыл шырайлы еді. Азырақ мінезінің жеңілдігі болмаса, ақылға да жақсы еді. Күйеуі Ыбырай Есімбектің балаларының ішіндегі момыны, үн жоқ, түн жоқ, ертеңді кеш мал соңында жүреді де қояды. Күйеуінің қалпын оң жақта жүргенде ақ сезіп, Зайкүл бұзыла бастаған. Өздерімен бір жамағайын Сейіт дегенмен көңіл қосып, шығамын деп жүргенде елі сезіп қалып жібермеген. Ол кезде болыс Құрман Есімбектің туған құдасы. Есімбектің жесірі кетсе, қыпшақпын деп қанға тарту жоқ. Құрман Жаппастың арын арылап тұрған. Болыстың ызғарының күштілігінен Қаржау құбыл Есімбекке хабар тегізіп, аман есенінде қолына берген. Зайкүл ұзатылып келген соң көпке шейін кетемін деп жүрді, бірақ кете алмады. Айтқан сөзінен табылып, көңілдесі мүддесін орнына келтіретін жігіт сирек қой. Шынында Зайкүлге тең жігіт табылмады. Сізден несін жасырайын? Ертеңдіге үйінен шықпаған соң мен Есімбектің үйінің бір адамы ұқсап кеттім. Жүріс тұрысымда ешбір ерсілік болмады. Ақырында Зайкүлмен жақындасып көңіл қостым. Бойдақ кезім ғой, ол тиемін деді, мен аламын дедім. Бұл сөз алғашқы кезде бір-бірімізді жақындастыруға дәнекер есебінде болды. Шынында қалғанда екеумізде де ойнап күлгеннен басқа ескі сөзді, уәдені қозғайтын ой жоқ еді. Ойдың болуы да мүмкін емес. Есімбек бай, мен кедей, келінін тартып алсам, ертеңгі күні шаңымды аспанға шығарады. Кедейлік не қылмады. Зайкүл сөзшең қатын еді. Кей кездерде мені қалжыңдап өлең айтады. Қасымжан сертбайласқан сен емес пең, ұстаған етегіңнен мен емес пем, болса да не қиындық басты тартпас, жүретін қол ұстасып тең емес пем. Мен өлең шығара алмаймын, ауылда Текей дейтін барды, өзімнің өлеңім қылып, соған өлең шығартып алдым. Деген соң сұлу Зайкүл, айтуға сымбатыңды жетпейді тіл, басымды таумен тасқа ұрсамдағы, ешбір іс ретіне келмей ақ жүр. Уай дариға талай қызықтар бастан өткен-ау. Ас су ішіп Әбдірахман екеуміз үйден шыққанда елдің алды жата бастап еді. Түн тастай қараңғы, аяңдап келе жатырмыз. Есімбектің ауылының сырты ызу-шу, қым-қуыт. Әбдірахман жылдамдай басып менің алдымды орай береді. Біртіндеп жақындаған сайын асыр салып ойнаған балалардың, әзілдесіп ойнап күлген қыз-қатындардың дауыстары айқындала береді. Әлдекімнің арт жағымыздан сылқылықтап күлген дауыс естілгендей болды. Әбдірахманды иығынан тартып тоқтатып күтуге айналдық. Қарандаған екі-үш адамның бойы көрінді. Қойшы қарағым, әурелемеші. Біреу даусын қырап, Қалқажан, әу, менің манақ айтқаным бола ма? Қыз күлді. Жарар, болады. Жақындап қалды. Дауыс таныс, Айнабайдың қызы.
Ауылы Есімбекпен біздің ауылымыздың орталығында 10 шақты үйлі керей, біз ауылының тұсынан өткен қатындардың дабырлап жүргендері білініп еді. Күлзипа келеді, деп күлдім. Әбдірахманның Күлзипа десең шамы. Ағайын арасында аз үйлер керей болғанмен, Айнабай деген бірді бірге соғып, екі елдің арасына от салдырып, тұтандырып жүретін бір қызыл көзді бәле. Ел ішінде Айнабайдың істемеген бұзықтығы жоқ. Анау-мынау адамдар өзінен сескенетін де еді. Қызы Күлзипа сонда 17 шамасында шығар деймін. Орта бойлы, қара сұрлау, тік қабақ, сұстаныңқырап тұратын адам еді. Айнабай өзі кедей уақытында күйеуге беріп, соңғы кезде шелі бітіп тәуірленген соң айырғысы келетін. Ел ішінде көзге түсетін жігіт ол кезде Әбдірахман. Айнабай өзі ат арқасына мініп жүрген соң қызын тәуір жігітке бергісі келіп, Әбдірахманға үміттенген. Әбдірахманның жайын қараймын ғой, азын-аулақ мал берсе де үйлесер едік деп айтыптымыз, деген сөз қашып жүрді. Жеңіл ауыз қатындар Әбдірахман ауылына келсе, күйеу деп мазасын алады. Жалпы жұрт Күлзипаны Әбдірахман қайтсе де алады деп өздерінше сөзді біткенге есептейді. Сол жылы қыс Әбдірахманның әкесі шөп іздеп жүріп Айнабайдың үйіне келсе, Айнабайдың қатыны қос қазыны бұзбастан салып, етпен сыйлап, ақысыз пұлсыз бір шана шөп беріп жібереді. Айнабайдың қызының ержеткендігіне, дәулетіне қызығып, Әбдірахманның әкесі құда болу өте құмарланды. Бірақ Әбдірахман ұнатпайды. Тіпті сүймеймін, сүймеген адамды не қылып аламын дейді. Әбдірахманның бұл сырын заман құрбысынан басқа ешкім сезбейді деді. Әлде қалай бір жерде кездесе қалса, Күлзипа ұялып, қызарып, тәңірге жасады да алады. Күлзипа екенін білген соң, Әбдірахман жүруге ыңғайланса да, мен жібермедім. Қалжыңдасып барғанды жақсы көрдім. Дабырласып сөйлескен күйлерімен бізге төніп келді де бір келіншек. Бәйе, көтек, мал десек адам екен ғой, деді. Одағайлап шеттей бастады. Маржанбикемісің, бері кел, дедім. Мұнысы кім? Мені таниды ғой. Бар, кім екен, деді Күлзипа. Әбдірахман жүре берді. Мен олардың жанына бардым. Анауың кім? десті. Әбдірахман күйеу екен ғой, бізде неге қашты? деп Маржанбике күле сөйледі. Күлзипа тәлімсіп жеңгесінің құлағына сыбырлап, сыңқылдап күлісті. Аяңдай басып Әбдірахманның артынан жеттік. Бізбен жұмысы жоқ, есі дерті алды бақанда. Амансыздар ма? деді де басқа еш нәрсе айтпады. Күлзипа сызылып, жеңгесінің артына таман жүріп отырды. Алтыбақанға жақындадық, сөйлеген сөз, ойнаған ойын, қарындаған адам бәрі де анық көріне бастады. Нақ біздің келуімізді күткендей, екі қыз арқанға асылып, ырғалып ән салды. Шұға құдашаларың ән бастады, деді Маржанбике. Нақ сол минутта шыққан ән шынында Шұғадан басқаға лайық емес еді. Сондағы айтқан өлеңі әлі құлағымда. Не мұңдық бұл дүниеде қыздар мұңдық, атадан болып мұңдық неге тудық, атадан мұңдық болып тумас едік, бұрынғы ата-баба жолын қудық. Жас кездегінің бәрі қызық қой, әсіресе сол Әбдірахманмен бірге ойында болған түн менің әлі күнге есімнен қалмайды. Біртүрлі көз алдымда елестейді де тұрады. Біз келгенде ойын жаңа басталған екен, Шұғалар өлеңдерін тоқтатып арқаннан түсті. Жай әзілмен көп уақыт оздырдық. Домбыраны алдырып Әбдірахман ән салды. Бейшара жігіт еді ғой. Ондай ойындарда біртүрлі ұстайтын арқасы бар еді. Өлеңді түйдектетіп үзбестен соқты. Жұрттың бәрі Әбдірахманның аузына қарады. Жатып қалған бірен-саран кемпірлер шапандарын жамылып келіп өлең тыңдасты. Ойын күлкінің қызығымен таң атқаннан да білмей қалдық. Жұрт біртіндеп ыдырай бастады. Маржанбике маған жақынқырап сыбырлап, қайтпайсыңдар ма? деді. Жүр Қалқажан, деп Күлзипаны ертіп о жөнелді. Уақ-түйек балалар, Шұғаның жеңгесінен басқасының бәрі кетіп бітуге айналды. Шұға жай сөйлескені болмаса, Әбдірахманмен онша ежел қозыл бола алмады. Мен Зайкүлмен сөйлесіп, Әбдірахманның Шұғаға ынтықтығын айттым. Қайдан білейін, оқыған жігіт қой. Оқығандығы қыз баса, бұрын мұның әкесіндей жігіттерге де барған жоқ еді. Мен қолымнан келген аямаймын, деп күлді. Жеңеше қайтамыз ба? Жеңеше қайтамыз ба, деді Шұға. Неге асықтыңыз, деп Әбдірахман жанына жақындады. Біз қашығыра отыр едік, күбірлесіп сөйлесті. Оқтасанда Әбдірахманның жас жүрек деген дауыс естілді. Әлдене уақытта Әбдірахман, қош болыңыз, деді. Жалт қарасам, Шұға үйіне кетіп бара жатыр екен. Тентек жанауы мен тастап бара жатырсың ба? деп Зайкүлге тұра жөнелді. Әбдірахман ойыннан көңілсіздеу болып қайтты. Шұғамен сөйлескен сөзін, жай күйін айтып мұңайды.
Осы менің кедейлігім, бай баласы болсам, шұға сөзсіз қабыл алар еді, деді. Әзілдесіп тұрып, Әбдірахман көңілін білдірсе, шұға түсінбегенге салыныпты. Салған жерден бола қоймады деп, мұныкі де тентектік қой. Қалтасынан бір бүктеулі қағаз алды да, мына хатты шұғаға жазып отырмын. Менің ойым, шұғамен көңіл қоссам, алып қашу кету еді. Болмаса, 1000 жылда Есімбек маған қызын бермейді де, және оған беретін менде мал да жоқ. Не жауап қайтаратынымды қайдан білейін, деп күрсінді. Ажарында бір түрлі кейістік бар еді. Хатты ашып оқыды. Құдай берген өлеңді аясын ба, ұзыннан ұзақ жазған. Сондағы шұғаға жазған хаты: сіз бір айсыз нұрландырған аспанды, бұландырған, уландырған жас жанды, біз бір ғаріп паналаған саяңда, жас жүректе мықты жара басталды. Кірді нұрың, отты жақты ішіме, көтерем деп сене алмаймын күшіме. Бірінші зар шықты тілден мұңданып, бұдан бұрын айтылмаған кісіге. Жас жүректің жалқынды деп тілегі, жарамдысын сізге қалап тіледі. Әзіріне үміт қаптың тауындай, жазмыс түрін жауап қайтса біледі. Минут, сағат, күндік айлық қол емес, тілейтінім, жүдейтінім ол емес. Көрсе қызар антын бұзар қылжақпас, торлауы жоқ әсіре қызыл мен емес. Бір көргеннен сиқырланып ақыл ой, бал сөзінде қалды ынтам бір қанбай. Қырық бүктеліп келсе хатың тұмардай, жылы жүзбен көңілді жақ қылардай. Болат деп жалғыз ауыз сөз тапсам, көңіліме сақтар едім құрандай. Түсте қойдан келгенде Базарбайды шақыртып алып хатты бердік. Шұға жауап жазса, тоқтаусыз әкеліп жеткіз дедік. Әлі есімде, біздің үйдің сыртында бір кішкене көгал барды. Ауылға келгенде қонақтың бәрі атарқандап шалғынын жапырып тастаған. Көгалдың түстік жағында ыстықтан шабындап жатқан қойлар. Бірен-саран кісілер шыжыған ыстыққа қарамай қойын құрттап, жабағысын қырқып жатыр. Әбдірахман қайда кеткен деп іздеп жүрсем, қойдың қотанының жел жағында шалғынға бауырын төсеп, көгалдың ортасында жатыр. Қасына келіп: батыр-ау, мұның не? Дедім. Қайтейін, үйде отырғым келмеген соң жатқаным ғой, деді. Біртүрлі қалың ойға шомып, екі көзі елдің сыртында бірдемені күткен адам секілді. Не күткені белгілі. Базарбайдың келуі, Шұғаның хатты қалай қарсы алары белгісіз. Бұрынғы қалпын істесе, оқымастан жыртып тастайды, оны Әбдірахманның өзі сезетін. Хат жіберуге екі оқты болған соң, мен демайып жібердім. Өйткені ойында оңаша сөйлескенімде, атақты шыққан жігіт қой, хат жазып көрсін, онша теріске кетпес деп Зайкүлдің айтқаны барды. Жаңа бір сөзінің ретінде, тентек жаны осы жігітті аузынан тастамайды деп сездіріп еді. Әйел жайын әйел біледі ғой, әрі сырлас жеңгесі бір амалын табар деп мен Зайкүлге сендім. Әбдірахман көпке шейін үндемей жатты. Күн ыстық, жұрттың бәрі көлеңкеде. Мен сөз бастадым. Шұға қайтер екен? Қайдан білейін, деп күрсінді. Үміт аралас уайым көз жанарында ойнап тұрды. Біз орнымыздан тұра бергенде Есімбектің ауыл жағынан жүгіре басып келе жатқан Базарбай көрінді. Әбдірахман бәйек тауып тұра алмады. Жақындаған сайын Базарбайдың бет ажарына қараймыз. Арсалаңдап күліп жетіп, етігінің қонышынан бір жапырақ қағазды шығарып Әбдірахманға берді. Қолы дірілдеп, Әбдірахман ашып оқыды. Құрматлы мырза, Әбдірахманға сәлем, соңында айтарымыз: хатыңызды алдық. Қазір пәлендей жауап бере алмаймыз, айыпқа бұйырмаңыз. Жазушы Шұға. Әбдірахман тұнжырап отыра кетті. Баладан ауыз сұрай бастадық. Үлкен үйде отыр екен, жеңешем шақырды деп далаға шығарып алып хат ұстата беріп едім. Қағыңғыр, мұның не? Деді. Оқысаң білесің деп едім. Бетіме қарап жымиып күлді де ашып оқыды. Сосын қалтасына салып отауға барды. Мен қалмадым. Қағыңғыр, кетсейші, жұрттың хатын тасып, осы сен-ақ мазамдалдың ғой деп тағы күлімсіреді. Бұрын хат бергенімде ашуланып жыртып, бір-екі күнге дейін маған қымыз бергізбей жүретін. Бұл жолы ондай ашу шақырмаған соң дәмеленіп, апеке жауап жазып берсейші, ешкімге сездірместен апарып берейін деп жалындым. Кішкене отырды да, осы қағазды жазып берді, деді Базарбай. Хатында ашық жауап бермесе де, баланың айтуымен Шұғаның ыңғайын байқадым. Енді Шұға құтылмайды, дедім. Әбдірахманның ажары кіреңкірейін деді. Хат жазысқан соң көп ұзамай-ақ Әбдірахман Шұғамен жақындасып кетті. Бірін-бірі сүйгендігі сондай, аз уақыт көрмесе ынтық болып өле жаздаушы еді. Екеуі де менен сырын жасырмайды. Есімбектіңкіне қымыз іші қыдырысып барсам, Шұға жайраңдап қоя береді. Оңаша жер болса сұрайтыны Әбдірахман: жолдасың қайда?
дейді. Өне бойы бір елде жата беру оңай ма? Еліне кетіп Әбдірахман 10 шақты күн кешіксе, Шұға мазамдалады. Неғып келмей жатыр? Хабар білдің бе? Аман бекен деп Әбдірахман мен Шұғаның арасындағы сүйіспендік бірден бірге жайылып, бүкіл ел хабарланды. Жалпы жұрт пәленбай демегенмен Айнабай тыныш жата қалмады. Шұға мен Әбдірахманның көңіл қосқан қалпын естігенде Күлзипа жылапты деп қатындар өсек қылып жүрді. Үміттеніп жүрген адамы қызын менсінбей тастап кеткен соң Айнабай не қыларын білмей Есімбекке хабар тигізіпті. Қызы бұзылды, Әбдірахманмен бірге күн кетейін деп жүр, депті. Есімбек үйінің іші естіп бұлан-талан болыпты. Шұға не қыла қойсын, таздың ашуын тырнадан алып Базарбайды айдап шығарып жібереді. Мені үйінің маңайына жуытпайды. Көптеп көрші болған ел едік, арамызға салқындық түсірме деп шалдар үгіттеп, Әбдірахманды жолынан тайдырмақ болды. Әбдірахман бәріне де Шұғайын самалым жоқ, егер Шұға сөзінде тұратын болса, не қиындық болса да көрем, алмай тынбаймын деумен болды. Орысша оқыған дінсіз неме, көптің сөзін аяқ асты қылды, деп шалдар Есімбектің шағында болды. Әбдірахманды жақтайтын кілең жастар жататыны біздің үй. Жұртта да дін жоқ қой, ақсақалдарға қарсы болған адамды үйінде сақтады деп менің басымды іске байлады. Есімбектің жоғалған атын мені ұрдылады қылып, бір бұзаулы сиырымды төлеуге әперді. Көпке топырақ шашасың ба, Құдайдың салғанына көндік те отырдық. Көптің талқысы қиын ғой, соңғы кездерде қорқытайын деді. Есімбектің балалары бірнеше бозбалалармен түн болса аңдитын болды. Қолдарына түссе жоқ қылып жіберу шексіз еді. Бұрынғыдан гөрі қатынау сирей бастады. Шұғаны сағынғанда Әбдірахман өлең айтатын болды. Жаным сүйіп жарым деп сеніп едім, құрбандыққа басымды беріп едім. Айтылған сөз уәде сертім үшін, ат сабылтып Шұғажан келіп едім. Бұрын жақын ауылдың алыстады, аңдып жүрген бір дұшпан қалыспады. Екеумізді ынтық қып екі жақта тағдырдың неге мұнша қарысқаны. Айнабай Есімбекті құтыртқанымен қанағаттанбай, Әбдірахманды басқа жөнмен мүдіртуге де кіріскен. Түріктерге жасырын ақша жиып жүр деп, Әбдірахманның үстінен арыз беріп жүр деген еміс-еміс хабарды естіп шошынып жүрдік. Әбдірахман ойына еш нәрсе де алмады. Біздің үйде жатты да қойды. Ертеңді кеш азабы Шұғаға қалай жолығу, қалай сөйлесу, бұрынғыдай қасын таситын Басарбай да жоқ. Зәйкүлді де екі бастан көре алмаймыз. Әй, қиындық болды-ау. Бір күні кешке жақын ауылдың сыртында белеске шығып отырдық. Бетіміз Есімбектің ауыл жағында. Көз ұшында бұлдырап көрінген адамдардың әйел екенін, еркек екенін айыра алмаймыз. Есімбектің үйі ауылдың орталығында, сол маңайда жүрген адам Әбдірахманға Шұға болып көрінеді. Екеумізде үн жоқ. Ол Шұғаны, мен Зәйкүлді сағынам. Ұзамай өрістегі сиырлар жыбырлап елге қайта бастады. Жаппастардың маңайы лек-лек болып түйемен толы. Ауыл іші ың-жың дауыс, маңырайған қой, мөңіреген сиыр, шұқыраған жылқы, ағытқан құлындар ойнақтап шаң аспанға шықты. Бәрін де көрдік, бірінен де көңіл бөлгеніміз жоқ. Ой, басқа. Әбдірахман сөз бастап, Шұғадан бүгін хат алдым-ау, деді. Не жазыпты? Сағындым депті. Үй ішінің бәрі де қас көрінеді. Басым қатты ғой, құтылудың амалын не депті? Жаздым, кетейік дедім. Хатты жіберетін адам табылмады ғой, егер анық уәдесін алсам, ұзамай кетер едік. Біздің әңгімеміз аяқтала бергенде, екі ауылдың ортасындағы ағытқан қалың жылқының арасынан жіңішке жолмен шаңдатып бір паратты шыға келді. Жүрісі қатты, асығыс адам секілді. Арт жағында жалбаңдап шоқытып келе жатқан бір салт аттысы бар. Біз сөзді қойып арбалға қарадық. Жақындаған сайын адам айқындалды. Біреуі орыс секілді. Менің жүрегім тас төбеме шықты. Қалтырап кеттім. Далада отырғанша үйге барайық деп едім. Жоқтан қорқасың-ау деп Әбдірахман күлді. Арбалы ауылға төніп келіп, біздің үйге бұрылды. Көшірі бір жас жігіт. Қатар отырған екеудің бірі орыс. Құдай ұрған шығар дедім. Әбдірахманды сұрланыңқырап кетті. Аяңдай үйге қарай жүрдік. Орысы қарғып тұрып, осы ма деген адам құсап бізге қарсы тұра қалды. Әбдірахман кім? Мен. Айда, кейін болысқа барамыз, деді орыс. Стражник екен, мойнында қылышы, маңайында жарқырауығы бар. Мені қайтесің, деді. Мен білмеймін, пристав шақырды. Қарсыласар дәрмен жоқ, естен танып қалдық. Жалмажан атты жектіріп мен алып жүрмекші болдым. Ауылдың 80-дегі шалы, 8-дегі баласына шен жиылды. Бәрі де тамаша көрді.
Әй, жұртта да дін жоқ-ау. Менің әжем Әбдірахман үшін ботадай боздап жылап жүргенде, айызы қанған адамша табалап, насаттанып тұрғандар да болды. Есімді білген соң Әбдірахманға біраз жолдас болдым ғой. Құдай біледі, қазақ баласына инедей қиянаты жоқ еді. Қадір білетін жұрт қайда? Күн бата ауылдан шықтық, біздің де жеккеніміз парат. Делбені өзім ұстадым. Жол Есімбектің ауылының үстіне баса жүреді. Қатты шыққан қарқынымызбен келіп қалдық. Әбдірахманның екі көзі алдында, алдымызда 100 саржын шамасында Есімбектің үйі тұр. Бірақ шұға көрінбейді. Шіркін-ай, сүйіспендікте қиын ғой. Жаңа жеккен ат басымен алысады. Енді кішкене жүрсек өтіп те кетеміз. Бірақ өткіміз келмейді. Аттың басын тежей берем. Кім біледі, бұдан кетсе Әбдірахман шұғаны мәңгі көре алмас, яки көрсе де біраз уақыт сағынуға тура келер деген ой елестейді. Бірімізге біріміз сөйлеспесек те, біріміздің ойлағанымызды екіншіміз біліп келеміз. Бұрын түнде барғанда маңынан жүргізбейтін Есімбектің аю төбеттері үріп алдымыздан шықты. Есіктің алдында бірталай адам жағалай отыр, көздері бізде, әңгімені соғып отыр. Кім біледі, әлде бізді мазақ қылып отыр ма? Басына кимешек киген шұғаның үлкен жеңгесі қараша үйдің белдеуіне ботаны байлап түйе сауып отыр. Үлкен үй мен отаудың арасында бәйбіше теңселіп жүр. Бәрі де маған қуанышты секілді көрінді. Біздің кетіп бара жатқанымызға таңырқаған ешкім жоқ секілді. Ұсталып айдалатынын әлдеқашан бәрі де біліп қойған тәрізді. Бәрі де күліп жүр, бәрі де босып жүр. Бірақ шұға жоқ. Әбдірахман кенет «Айда», деді. Ат тоқтауға айналған екен. Делбені жиыныңқырап ұстап, айдай бергенімде ауылдың сырт жағындағы құдықтан келе жатқан екі әйел көрінді. Біреуі шұға. Апырмау, жаман қуандым. Көзімнен жас шығып кетті. Қатарласып келгенімізде бізді танып екеуі де сұстиып тұра қалды. Зәйкүлдің иығындағы шелек шұға жанында бос еріп келе жатыр екен. Әбдірахман арбадан қарғып түсіп жүгірді. Құшақтап сүйер деп едім, өйтпеді. Жұрттың бәрі самсап қарап тұрған соң ибалық қылды білем. Бекер ұялды. Құшақтау керек еді, сүю керек еді. Апырмай, қайда барасыңдар? Деді шұға. Болыс қайдап барады, деді Әбдірахман. Шұғаның көзінен жас мөлдіреп қоя берді. Арбаның үстіндегі мен де еріксіз жыладым. Зәйкүл шіркін қорқақтау еді. Жалтаң-жалған қарады да, ойбай, тентегі жанау жүр, ауылдың адамдары жүгіріп келеді деп шелегін жерден көтеріп ағалды. Айырылмай амал жоқ, екеуінің екеуі де сезеді. Бірінің көзіне бірі қарап қатты да қалды. Арт жағымызда айғай-ұйқай, боқтау, жүгірген адамның аяғының дыбысы, алдымыздан біраз жер барып тоқтап, бізді күтіп, стражник ойбай салып жатыр. Әбдірахман, қош, деді. Теңселіп келіп арбаға мінді. Көзінің жасы мөлдіреп ағып, бетін жуып кетті. Біз атты айдай бергенде қарлыққан дауыспен «Қош, қалқам», деді шұға. Кеңсемдеп жылап отыра кетті. Әбдірахманды приступ дуанға алып кетті. Мен жылап-жылап қайттым. Жанымда шұғаға тапсыр деген хаты бар. Елге келгеніме 5-6 күн болса да, ретін тауып бере алмадым. Біз елден кететін күні кешке жақын далада сөйлескенді шам көріп, Есімбек шұғаны жаман сөгіпті. Ағалары да қатаңдық қылған білем, содан бері шұға жылауда, тамақпен жұмысы жоқ десіп жүрді. Бірер күннен соң шұға ауру екен, төсек тартып қалыпты деп егенде есіттім. Ауыл арасы жақын болғанмен бұрынғыдай барып сөйлесетін күн жоқ. Жасырынып жүріп, Әбдірахманның хатын шұғаға зорға тапсырдым. Шұға шын ауруға айналған соң Есімбек жұмсарайын депті. Бақсы балгер алдыртып ем қылдырып еді, жазылмады. Науқасы күннен күнге үдеп, есін танып, сандырақтауға айналған. Сандырақтағандағы айтатыны Әбдірахман болды. Былғаңдап өскен қыз былай болған соң, бәйбіше үйінің ішін үгіттеп, шұғаны өлімнен құтқармақ болысады. Ол емі Әбдірахманды ел болып ақтап алып, той қылып, екі жасты қосу. Балаға деген мейірімшілік Есімбекке мұны да еріксіз істетпек болады. Ағайын туғандармен ақылдасып, болыстан өтініп, Әбдірахманды қайтартпақ болды. Мұның теріс деп ешкім Есімбекке айта алмады. Маған да еркіншілік болуға айналды. Шұға шақырады деп бір күні Есімбектің түйешісі келді. Төбем көкке тигендей болып қуандым. Келдім. Үйге келгенде кілемнің іргесін түргізіп, шұға жатыр екен. Маған көзі түсіп кетіп қамықты. Қарағым, деп шешесі бетінен сүйіп, шұғаның көзіндегі жасты орамалмен сүртіп алды.
Жылама қарағым, бір сенің ризалығың үшін әкеңнен естпеген сөзім жоқ. Қайтейін, билік менің қолымда болса, бұл күйге я түсер ең, я түспесең. Бәйбіше де қамықты. Үйде басқа адам жоқ. Шұға шешесіне: әже, деді. Әу қарағым, мені оңаша қалдыршы. Қалдырайын қарағым, деп бәйбішесі шығып кетті. Мен Шұғаға жақындадым. Жаның қалай, тәуірмісің, дедім. Тәуір емеспін, деді. Көзіме көзі түсіп кетіп қамыққандай болды. Тәуір емеспін. Тәуір болуды тілемеймін де. Сәлем айт, сәлем, сәлем айт, деді. Жылап қоя берді. Жастығының астына тығулы орамалмен көзін сүртті. Тірі келсе көресің ғой, бірақ мен... Тығылған жасқа булығып сөзін айта алмады. Құдай жазған болса, Құдай жазған болса бәріміз де көреміз. Ажарың тәуір ғой, жазыларсыз, дедім. Жазылып керегіне, бәрібір мен бақытты бола алмаймын. Әкем аяса менің дертім жаныма батқан соң аяп отыр. Ертең сауықсам, қайта күйсеуден тайынбайды. Өлем деп арман қылмаймын, жалғыз ақ арманым бар. Түнегі көргенде Әбдірахман бір ауыз сөз айта білмеді. Бір көріп сөйлесіп, жаным шығарда, Шұғам деп бетіме бетін тигізсе, бір арманым бітіп, дүниеден армансыз кетерем. Әй, жоқ қой, деді. Ауыр күрсінді. Кешке шейін отырып мен елге қайттым. Мен үйге келсем, Әбдірахманның қаладан келгенін естіп, үйдің іші қуанып отыр екен. Шұғаның халын көріп қайғырып қайтсам, Әбдірахманның келгенін естіген соң тасып кеттім. Менің қуантуым ынтық болып жатқан Шұғаға Әбдірахманды әкеліп бір көрсету еді. Атқа міне салып барсам, ол елде қуанышты екен. Сөйлескеннен ақ Әбдірахман Шұғаны сұрады. Ауруын бұрыннан да естіген екен. Мен тәуір деп көңілін жұбаттым. Түнімен ұйқы көрмеді. Ертеңіне жылқы келе, атты ерттеп мініп, біздің елге асықты. Желе шоқытып келе жатырмыз, күн аптап ыстық ақ. Ол қуанышты, қайдағы жоқты айтып мені күлдірумен болады. Айдалып бара жатқанда Шұғаға шығарған өлеңім еді деп ән салды. Жүзі құбыла, сөзі құран Шұғаның, бір Шұға үшін жанды құрбан қыламын. Кетерімде арман боп сүйе алмай, еңіреп жылап қалқам, деді-ау шырағым. Біз ауылға жеткенде Беркінбайдың үйінің қасы лық толы адам екен. Атты байлап, Әбдірахманды үйге кіргіздім де, неге жиналып тұрғандарын білейін деп аяңдап, кісілерге қарай жүрдім. Жақындай бергенімде бір салт атты шоқытып келді де, айғайлап бірдеңе айтып кейін жүріп кетті. Не айтқанын ести алмадым. Бірақ әлденеге жүрегім тітіркенді, бойым мұздады. Жүгіре басып жандарына келгенімде, Құдай рахмет етсін деп, беттерін сипап бата қылысты. Мен аңтаң болдым. Айтпай маған қарап, есіттің бе, Шұғаға айтыпты-ау, деді. Суық суды төбемнен құйып жібергендей болды. Тұрған орнымда қаттым да қалдым. Жиылған жұрттың бәріне де бастарын шайқасты. Ой, Шұға десе Шұға еді-ау, десті. Ауыл адамдары жиналған қалпымен келіп Әбдірахманға естіртті. Әбдірахман жыламады. Сұп-сұр болып қатты да қалды. Бәріміз де көңіл айтқан болдық. Шұғаның өлген орнын көру Әбдірахманға мақсұт болды. Жұрттың өлді дегеніне нанбағандай болды. Бәріміз келдік. Есімбектің үйі ызы, шу, қым-қуыт екен. Келе жатқан көп адамды көрген соң келіндері далаға шықты. Көздері қып-қызыл. Зәйкүл ымдап шақырды. Қалтасынан алып бір қағазды ұсынды. Хат екенін білдім. Жүрегім елжіреп жылап жібердім. Әбдірахманды сезіп тұр екен. Оңашарақ шығып оқыдық. Әбдірахманның көзінің жасы сорғалап, хатқа тамумен болды. Сондағы Шұғаның өлерде жазған хаты: әуре боп неге біткен ажар көрік, ішіңе от түсірдің халқам көріп. Гүлдену жас өмірде мақсұт боп ет, сертесіп қол алысып өте беріп. Жолыңа құрбан қыбеп жанмен тәнді, дариға айтылған серт болмай қалды. Көр алмай ақтық минут дидарыңды, арманда жан тапсырған мен бір зарлы. Хаты деп ақтық жазған ғашық жардың, есіңе ал дұғаңа мен ынтызармын. Қош сау бол, ойнап күліп жолығармыз, астында ақ туының пайғамбардың. Шұғаның сүйегін бұрынғы ескі қорымдарына қоймақ болып, Есімбек көшін түйеге теңдеп жөнелді. Келер жыл өгіз сойғанның басына келіп қонған соң, ел жиып асын берді. Сонда тұрғызған белгі еді, деп сөзін бітірді. Әңгіменің қызығына түскен соң, Қаракер атты қамшыдан құтылып жолы болып келе жатыр еді, бір-екі тебініп шаужайлап қатарласты. Алдымыздағы белеске шыққанда, үлкен көлдің аңғары көрініп, құбыла жағында
Біреу башығымнан ұрланды. Әне, деді жолдасым. Әне, шұғаның белгісі көрінді. Өй, өзі де шұға десе шұға еді-ау, деп қойды. Соңы. Оқыған Жолтай Алтынай. Егер ары қарайда көп шығармалар шықсын десеңіз, арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Лүпіл басуды да ұмытпаңыз. Рахмет.